Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы физиканың экологиялық аспектілері. Физиканың экологиялық аспектілері табиғи фоннан және техногенді физикалық ластанудан тұрады. Фон бұл француз тілінен алғанда фонд, латынша фундус, яғни түбі, негізі, орта деген мағынаны білдіреді. Табиғи фон бұл бір нәрсеге табиғи концентрацияның немесе табиғи заттардың әсер ету дәрежесі. Фон өзінің орналасу орнына және мөлшеріне қарай тірі организмдерге жағымды және жағымсыз болып бөлінеді. Табиғатта қалыпты табиғи фон болады. Мұндай фондар негізінен адам организміне қауіп тудырмайды. Бірақ кейде табиғатта кездесетін әртүрлі заттардың мөлшеріне байланысты эндемия туғызуы мүмкін. Мысалы, йодтың жетіспеушілігінен өздеріңізге белгілі эндемия бұғақ ауруы дамиды. Радиоактивті табиғи фонның организмге мутагенезді күшейтіп, тератоген бола алатын қабілеті болады. Адамды қоса есептегенде, әрбір тірі ағза жеке өмір сүруі кезінде және бүкіл тірі табиғаттың дамуы барысында табиғи радиациялық фон деп аталатын иондаушы сәулелену әртүрлі табиғи көздерінен сәулеленуге ұшырайды. Табиғи радиациялық фон бұл қоршаған ортаның ажыратылмайтын бір бөлігі. Ғалымдардың табиғи радиационды фонға қызығушылығының пайда болуына салыстырмалы түрде көп уақыт өткен жоқ. Негізінен адам атом энергиясын басқаруды үйренгеннен кейін пайда болды. Және ол кездейсоқ болған жоқ. Атом энергиясын пайдаланудың ауқымы кеңейген сайын, иондаушы сәулелердің әртүрлі көздерінен сәулелену әсеріне ұшырайтын адамдар саны көбейе түсті. Сондықтан, ионданушы сәулелердің қауіптілігін бағалау және сәулеленудің әсер ету шегін орнату кезінде сәулеленудің әртүрлі табиғи көздерінен сәулеленуге ұшырау деңгейін және сипатын білу өте маңызды. Бірақ, табиғи радиациялық фон тірі ағзалар тіршілігіндегі рөлі әлі соңына дейін анықталған жоқ. Кейбір зерттеушілер аз дозаларда сәулеленуге ұшыраудың пайдалы рөлі туралы айтады. Яғни оның өмір үшін маңызды үрдістері, ынталандыратын әсері туралы айтады. Эксперименттік бақылауда әлі де жеткілікті дәрежеде дәлелденбеген бұл көзқарас радиациялық фактордың адам денсаулығына да, басқа да жануарлар мен өсімдіктердің ағзасына да ешбір қолайлы әсері жоқ деген қазіргі кездегі көзқарасқа сәйкес келмейді. Бүкілодақтық ұлттар ұйымы атом радиацияның әсері жөніндегі ғылыми комитеттің мәліметтері бойынша радиациялық фактордың тіпті фон деңгейінің өзінде адам денсаулығы үшін аз да болса қауіп қатері бар екені көрсетілген. Книжниковтың айтуы бойынша табиғи радиациялық фон есебінен қатерлі ісіктен өліммен аяқталу қауіп қатері шамамен 1%-ді құрайды. Сол сияқты обырдан спонтанды пайда болуы мен тұқым қуалайтын аурулардың бір бөлігі осы табиғи көздерден сәулеленуге ұшырауымен байланысты болуы мүмкін. Бұлардың барлығы оларды жете зерттеуді қажет ететіндігінің айғағы. Табиғи радиациялық фонның ерекше айырмашылығы жер бетіндегі барлық халыққа түгел әсер етуі және ұзақ уақыт бойына оның деңгейінің салыстырмалы түрде тұрақты болуы. Сонымен бірге, табиғи сәулеленудің әсер ету деңгейлерінің әртүрлі аймақтарда және теңіз деңгейінен әртүрлі биіктікте бір-бірінен едәуір айырмашылығы бар. Қазіргі таңда қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас көптеген экологиялық қиындықтарды тудырып отыр. Мыңдаған жылдар бойына адам баласы табиғаттағы биологиялық тепе-теңдікті сақтау керектігіне мән бермей, өзінің техникалық мүмкіншіліктерін күшейтіп келеді. Әсіресе қоршаған ортаға деген күш 20 ғасырдың екінші жартысында асып түсті. Халық санының күрт өсуінен, ірі өндіріс орындарының қарқынды дамуынан биосфераның табиғи айналымы бұзылды. Нәтижесінде адам баласының денсаулығына қауіп төнді. Мұндай қауіп тек біздің елімізде ғана емес, барлық жер бетіне төніп тұр.
Қоршаған ортаны ластануының бірнеше түрлері белгіленген. Соның ішінде физикалық ластану, яғни жылумен, шумен, электромагнитті, радиоактивті ластану қазіргі таңда кең өріс алған және ғаламдық сипатқа ие болған ластану болып табылады. Физикалық ластану бұл қоршаған ортаның температуралық, энергетикалық, толқындық, радиациялық және басқа да физикалық қасиеттерінің нормадан ауытқуларынан болатын ластану. Физикалық ластаушыларға биосфераға техногендік себептерден түсетін энергияның артық көздері жатады. Мысалы, жылу, атмосфераға қызған газдардың бөлінуі, жарық, жасанды жарықтың әсерінен табиғи жарықтың нашарлауы, шуылдың мүмкін деңгейден артуы, электромагнитті, электр желісі, радио, теледидар, радиоактивті атмосфера, радиоактивті заттардың бөлінуі, озон бұзғыш фреондардың атмосфераға бөлінуі. Қала үшін жағымсыз факторлардың бірі физикалық табиғат әртүрлі дыбыс тербелісінен пайда болатын шуыл. Әдетте төменгі жиіліктегі автокөліктердің шуылы жоғары жиіліктегі шуылға қарағанда алысқа тарайды. Зерттеулер көрсеткендей, тіпті қысқа уақытта шуыл организмнің барлық жүйелеріне, әсіресе жүрек, қан және жүйке жүйелеріне жағымсыз әсер етеді. Адам 30-40 децибел шуылда өзін қолайлы сезінгенмен, 120 децибелден жоғары шуыл организмге үлкен ауыртпалық түсіреді. Өсімдіктер шуылдан қорғауда да үлкен рөл атқарады. Үй қабырғасының жартысына дейін өсіп тұрған жүзім өсімдігі пәтердегі шуылды 2 еседей төмендетеді. Өсімдіктердің шуылдан қорғау қасиеті өсімдіктің еніне, қалың болуына, құрамына, биіктігіне байланысты. Шуылдан арнайы бетоннан, металдан, әйнектен, ағаштан жасалған қондырғылар жақсы қорғайды. Механикалық ластаушыларға шаң, қоқыс жатады. Олар органикалық отынды жаққанда және құрылыс материалдарын дайындау процестері кезінде пайда болады. Мұндай ластану кезінде ең қауіптісі диаметрі 0,5 миллиметрге дейінгі бөлшектер болып табылады. Көптеген аурулар ауаның шаң болуымен байланысты. Өкпе, құрт ауруы, немесе туберкулез, кеңірдектің аллергиялық аурулар және тағы да басқалар. Ауадағы шаңның жоғары концентрациясы мұрынның шырышты қабығының жұмысын нашарлатады. Мұрыннан қан кетеді. Американдық ғалымдар халқының саны 1 миллионнан асатын қалалардағы тұрғындарда ауаның ластануымен тыныс алу жолдарының қатерлі ісік ауруының жиілік арасында тікелей байланыс бар екенін анықтады. Көз ауруы, созылмалы конъюнктивит көбіне ауаның ластануымен байланысты. Жасыл өсімдіктер ауадағы шаңды тазартып, басқа қоспалардың әсерін төмендетеді. Мысалы, шыршалы ағаштар ауадан 1 гектардан 32 тонна, қарағайлар 36,4 тонна шаң жинаса, шамшаттар 68 тонна шаң жинайтындығы дәлелденген. Сонымен радиациялық агенттер сыртқы орта факторларының бірі ретінде адамзатқа тудыратын қауіптіліктен, радиацияның нормалық қауіпсіздігі, одан сақтанудан және тіршіліктің қауіпсіздігінің бақылану қажеттілігін туындайды. Осы келтірілген факторлар әр уақытта әрбір тиісті дәрігер мамандардың, экологтардың қатерінде болуы шарт. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.